Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Әсемнен рецептілер каналы. Сіздермен осындай көкөніс қосылған кешкі тағам ұсынамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Алдымен заттарымызды барлығын жуып тазалап алдым. Керек заттарымыз. Сіздер қызанақтың бір бүтінін қоссаңыздар болады. Мен қызанақты аса көп қоспаймын. Сол себепті де менде мұздатқыштан шығарылған 2 данасын ғана қостым. Бізге керек заттарымызды мен описание бөліміне жазып кетемін. Енді дәмдеуіштерімізді де алдын ала дайындап қойдым. Бізге керегі қызыл бұрыш, қара бұрыш және де тауыққа арналған дәмдеуіш. Алдымен тауық аяқтарын осылайынан кесіп аламыз. Сіздер тауық аяқтарын бұдан да көбірек қоссаңыздар болады. Дәл осылай видеодағыдай жасап шығасыздар. Енді тауық аяқтарын ыдысымызға салып, оның үстінен дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Тауыққа арналған кез келген дәмдеуішті қосуға болады. Аздап қана қосып аламыз. Үстінен аз ғана сұйық майымызды қосып, араластырып аламыз. Тауық етін жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді біз көкөністеріміздің барлығын 4 бұрышты етіп ұсақтап турап аламыз. Бізге керегі 2 сәбіз. Сәбізімізді осылай ортасынан бөліп 4 бұрышты етіп турап алдым. Кез келген қалаған формада турап алсаңыздар болады. Енді 1 дана пиязымызды алып, ортасынан бөліп, 4 бұрышты етіп, бұны да ұсақтап турап аламыз. Сіздерге егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, және де лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. Картоптарымызды да дәл солай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Енді қызанағымызды азғантай ғана қостым. Сіздер 1 данасын қоссаңыздар болады. Енді 4 тіс сарымсағымызды қосамыз. Бұл жерде менде мұздатқыштан шыққан болгар бұрышы. Енді тәтті бұрыштарымызды қосып аламыз. Тәтті бұрыштарымызды көбірек қосудың қажеті жоқ, осындай шамалы ғана қоссаңыздар жеткілікті. Сары және қызыл түсінен осылай 4 бұрышты етіп, бұларды да турап алдым. Барлығын бір ыдысымызға саламыз. Енді дәмдеуіштерімізді қосамыз. Бізге керегі дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Мен жарты шай қасық қостым. Қызыл бұрышымызды қостым және де қара бұрышымызды қостым. Шай қасықтың ұшымен. Енді сұйық майымызды қосып, араластырып аламыз. Енді біз
Ыдысымызға осындай фольга төсеп аламыз. Фольганың қалың болғаны дұрысырақ. Осылай көкөністерімізді салып жайғастырып шығамыз. Үстінен маринадталған тауық еттерін жайғастырып шықтық. Барлығын орналастырып шықтым. Енді үстінен сары майымызды қосамыз. Фольгамен жан-жағын орап шығамыз. Өйткені піскен кезде суы ағып кетуі мүмкін. Жан-жағын осылай жинап шығу керек. Енді бетін осылай фольгамен жауып шығамыз. Нығыздап жауып шығу қажет. Қызып тұрған пешімізді 180 градуста 1 сағат 10 минутта пісіріп аламыз. Менде 1 сағат 10 минутта пісіп шықты. Тауық аяқтарының арасы піскен, мінеке ыстықтай болып тұр. Бетін кез келген ас көкпен әсемдеп жіберсеңіздер болады. Кешкі тамаққа өте жеңіл және өте оңай жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне біздің тауық аяқтарымыздың арасы піскен. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп пікір қалдырып өтіңіздер. Ас болсын.